метрология дегенimiz не? Метрология дегенimiz ол метро яғни өлшем, логос дегенimiz ғылым яғни өлшеу процесін, өлшеу нәтижелерін зерттеу ғылымын айтамыз, метрология деп. Метрология негізгі өзі қандай түрлерге бөлінеді, яғни 4 түрге бөлінеді. Теориялық метрология, тарихи метрология және заңдық метрология, сосын қолданбалы метрология. Дәптерлеріңізге жазып алып отырыңыздар керек жерлерін. Яғни теориялық метрология дейміз, өлшемдердің жалпы теориялық проблемаларын зерттейді, ал тарихи метрологияның даму бағытын зерттейді. Заңдық метрология яғни өлшеудің заңдылықтарын зерттейді, ал қолданбалы метрология яғни қазіргі кезде қолданыста жүрген метрологияның барысын зерттейді. Түсінікті ғой, яғни 4 түрге білеміз. Одан кейін метрологияның негізгі міндеттері. Яғни метрология өзіне сай 5 міндетке бөлінеді. Ол жеке мөлшерлердің мемлекеттік эталондар мен үлгілік өлшеу құралдарының бірліктерін белгілеу. Яғни әр өлшеу құралдарының өзінің бірлігі бар, сантиметр, метр, грамм, килограмм, тонна деген сияқты өз әр өлшеудің белгілі бір өлшеу нелері бар, белгілеулері бар. Келесі өлшеу мен және бақылау теориясы, әдістер мен құралдар, яғни өлшеу барысында қандай әдістер қолданылады, әр өлшеуді өзінің жеке бір әдісіне байланысты өлшейміз. Келесі өлшеу мен бірлікке өлшеу құралының бірыңғайлығын қамтамасыз ету, яғни өлшеу құралдарының сіздерде жұмыс барысында, өлшеу барысында бірыңғай бір қалыптастыру болып табылады. Одан кейін бақылау әдістерін әзірлеу, яғни өлшегеннен кейін өлшеу дұрыс жүргізілді ма, қандай деңгейде жүргізілді, осыны бақылау болып табылады. Одан кейін өлшеу құралдарының көлемдері мен беру әдістерін әзірлеу, яғни қанша көлемде өлшеу құралдары беріледі, саны, мөлшерін бәрін қамтамасыз етеді. Енді қысқаша ғана жай өздеріңіздің мамандықтарыңызға тоқтала кетсек, ол кезде сіздердің жаңағы мысалы кеннің тығыздығын, салмағын, одан бөлек тағы қайсысын айтуға болады? Кеннің көлемін айтуға болады. Өйткені сату, ынталықтау процестерінде бізге кеннің көлемі өте бір маңызды бір мөлшерлерге жатады. Одан қалды еще тығыздық бар, бізде. Тығыздықты біз өзіміз білеміз, қандай немен өлшенетін, қандай айтып кетіңіздер, тығыздықтың өлшеу барысы. Саласы бойынша бізде тығыздық 14-16 болып көрсетілу керек. Міне осы ең нағыз бізге керек бір өлшеу процесіне керек құралдардың бірі болып табылады. Енді қараңыздар, метрологияға байланысты бүгін енді метрологияның басты кіріспе тақырыбы болғандықтан қысқаша ғана өтіп кетейік. Енді керек жерлеріңізді өздеріңізге жазып алыңыздар, негізгі міндеттерін жазып алыңыздар қысқаша. Яғни 5 түрлі негізгі міндеті бар. Болдық па? Келесісі тағы да бір қалған екі-бір несін жазып алыңыздар қысқаша, сосын сабақты бекіту барысына көшейік. Болдық, яғни келесі бізде сіздерге сабақты бекіту барысына арналған тапсырмалар бар, соларды орындайық. Яғни ең бірінші мына жерде көрсетілген сұраққа сөйлем арқылы жауап бересіздер. Мынау сіздерге бір қалай айтсам болады, көмекші ретінде кейбір әріптер берілген. Қазір бір 1-2 секунд па, минут па өздеріңізге керек уақытта осы жерде сөздерді жазып үлгеріңіздер, сосын маған айтасыздар. Яғни сәйкес шаманың шын мәнінен ауытқуын ықтималды белгі не белгімізге байланысты қалай бөлінеді? Ақиқат және ақиқат емес.
Жақсы, келесі өлшеу саласының маңыздылығы категорияға бөлінеді. Екі категорияға бөлінеді. Жеке мөлшерлерді өлшеу қасы етілетін дәлдікке, яғни метрология. Нәтижелері өлшенетін шаманың нақты мәнге жуықтығын көрсететін өлшеу көрсеткіші. Дәлдік сипаттамасы бойынша өлшеулердің бөлінуі. Тең дәлдік сипаттамасы бойынша. Өлшеу нәтижесі алуан түрлілігі. Яғни Тура өлшеу. Данана. Өлшеу. бірлікте. Тас. Шар. Өлшеу. сосын яғни келесі тапсырмамыз дейді. Келесі тапсырма бізде ол кубизм тапсырмасы, яғни кубизм стратегиясы. Біз білеміз, бұған дейін сабақтарда қолданып жүрген стратегия. Яғни кубикті лақтыру арқылы қандай сан түседі, соған байланысты өздеріңіз бір пунктті таңдау арқылы дәлелдейсіздер, сипаттайсыздар, немесе салыстырасыздар деген сияқты пунктке сәйкес жұмыс жасайсыздар. Бірінші топ 4, келесі топқа беріңіз. Келесі төрт, екі, бір, яғни бір минут жетеді шығар, тез топтарыңызбен ақылдаша алыңыздар. Сосын, яғни бір, екі, төрт, яғни сипаттайсыздар, салыстырасыздар және дәлелдейсіздер. Яғни метрология сипаттайсыздар, метрологияны полный жаңа мен сіздерге айтып кеткен, сабақ барысында айтып кеткен жайттарды айтсаңыздар болады. Салыстырасыздар, яғни басқа ғылыммен немесе метрологияның бізге қажеттілігін айта отырып салыстырасыздар болады. Дәлелдейсіздер, метрология қаншалықты керек екенін дәлелдеулеріңіз керек. Бастаймыз ғой. Бізге төрт түсті. Яғни дәлелдер біз бұған метрология қолдануына қарсы емеспіз. Себебі ол өндірісте өте маңызды рөл атқарады. Яғни бізде өзіміздің фабрикада оның маңызы өте зор. Бізде лабораторияда қолданылады. Оның көлемі, тығыздығы және де ұсақтығын зерттейді. Егер де ол қолданылмаса, артық ұсақтықпен кетіп қалса, онда бізде артық шығындар кетіп қалады. Сол үшін біз оған қарсы Жақсы, келесі топ. Келесі топ бар ма тағы да? Сипатқа салыстыр. Бізде метрологияны біз геометриямен салыстырдық, өйткені екеуінде де бар өлшем бірліктер қолданылады, екі жақта да өлшейді.
просто метрологияда бізде жаңағы киімді бір қандай да бір затты біз өлшейміз. Мөлшерді өлшейміз. Жақсы. Келесі топ. Сипаттар. Яғни метрология туралы сипаттап өтіңіздер. Қолыңызда бұл уақыт кетіп жатыр. Метрология туралы айтыңыздар. Метрология дегеніміз ол өлшейтін нәрсе. Өлшейтін өлшем құралы негізі. Ол Өлшем құралдарының жиынтығы. Ол кеннің тығыздығын, көлемін өлшейді. Жақсы. Енді келесі бір соңғы қорытынды ретінде өтейік. Сәйкестендіру, иә? Өлшеу дұрыстығы, бірігіп өлшеу, өлшеу дәлдігі, тура өлшеу, жиынтық өлшеу, тең дәлдік, жанама өлшеу. Тез айтып жүрсеңіздер өлшеу дұрыс. Жақсы. Ол қайсы? Жиынтық. Өлшеу дұрыстығы, нәтиженің жүйелік қателіктің нөлге жуықтығы. Келесі. Тез балалар. Нәтижелерді өлшейтін шаманың нақты мәнге жуықтығын көрсететін көрсеткіш жанама өлшеу. Мынаны айтасыздар. Келесі. Келесі. Жоқ, ол Шаманы өлшеу. Мынаған жүйелейсіздер ма? Төрт пункттарыңыз қате. бірігіп өлшеу, шаманы бір мезгілде өлшеу. Біртепті шаманың Ойна тура өлшеу, нәтижелерді өлшеген деген тура өлшеу. Ойна олардың арасында дейін сол жанама өлшеу. Жоқ, бірігіп өлшеу емес па ол? олардың арасындағы дегеніміз Иә, жанама. келесі. Ойна тура өлшеу деген нәтижелерді өлшенетін деп тұр ғой. Келесі. Сол. Теңдәлдік. Екеуін, иә, ана шаманың белгісі өлшеу. Теңдәлдікті қайсыған жіберейін? Шаманың белгісі. Ол қате болды. Екеуі орын ауыстырсаңыз. Тағы да төртеуі қате, иә? Тез дәптерлерімізге ма бір неге қарап алып проводтарымызды? Бірігіп өлшеу сол жанама шаманы бір мезгілде өлшеу. Тең дәлдікпен олардың арасында. Олардың деп басқамыз бірігіп өлшеу. Бірігіп өлшеу. Ойна си дәлдігі дейтін жанама қалды. Келесі. Тура өлшеу шамамен мәлім бір жағдайда. Нәтижелерді өлшеу, ол өлшеу дәлдігі. Вальвада шаман мәні бірдей дейтін жанама өлшеу. Анада тураға си деген. Жаттап алыңыздар, иә? Яғни бірігіп өлшеу, өлшеу дәлдігі, өлшеу дұрыстығы, жиынтық өлшеу, тура өлшеу, тең дәлдік, жанама өлшеу дегеніміз не? Яғни жаттап керек жерден дәптерге